Баршаңызға ассалаумағалейкум. Донбасс үшін шайқас басталды. Владимир Зеленский. Украина президенті Владимир Зеленский Ресей әскері Донбасс үшін шайқасты бастағанын мәлімдеді. Бұл жайында ол өзінің Instagramдағы Зеленский official парақшасында айтты. Ресей әскері Донбасс үшін шайқасты бастады. Олар бұған ұзақ уақыт дайындалды. Бүкіл Ресей армиясы тайлы тұяғымен шабуылға кірісті. Біз Ресейдің әскерилері көп болса да соғысамыз, деді Зеленский. Ресейдің мемлекеттік ақпарат құралдарының хабарлауынша, орыс әскерилері Украинадағы барлығы 315 нысанға соққы берген. ТАСС ақпарат агенттігінің дерегіне сүйенсек, қысқа қашықтыққа ұшатын зымырандармен Украинадағы 4 қару-жарақпен әскери техника қоймасын бір түнде жойған. Бұл туралы агенттікке Ресей қорғаныс министрлігі хабарлаған. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.